күйөө балдар болады кейде подкаблучник күйөөлөр өз жагдайы жок соны бүйтіп турат эй десе жүгіріп барат эй десе жүгіріп келет мен жаным ашыйт баягы кыздарга бирок кээ бирөөлөргө унайт ол өзүнөчү ол да жакшы негизи эгер өзүңө унаса сондай каблук тоже крыша деп жүргөн болсаң онда бактың ачылсын жаным ар ким бизге казактын баласынын подкаблугон болобу над каблугон болобу бакыттуу болган жакшы бакыттуу болсо өзү менен өзү жакшы болсо если ошол ему комфортно онда өмүр сүрө берсин жаным оган чукумаңдар неге ты подкаблучник анамын деп сөйлеме ол өзүнүн өмүрүн өзү сүйрөп баратыр го сенен акча сурап аткан жок сенин мойнуңа масыл болуп аткан жок бир керемет бир жардын күйөөбү кандай болсо да бирок айдыр өзүнө удобный болсо жакшы өмүр сүрүп кете берсин сен андай модель кыз алгың келет мен түшүнөм сен модель кыз алгың келет модель кыз сага карамайт жаным караса да ол бүйтүп Астана Алматы бүйтүп жогору жакка карап турат сен артынан ілесе алмайсың соң урсасың кызганасың төбөлөсөсүң соң калып калат жаным тең теңімен тезек қабымен деген жақсы сөз бар қазақта өз қарапайым адам өзінің теңін алған жақсы болады сонда құл болмайсың биш болмайсың сіңілім жұмыс істегісі келмейді қарыз сұрауды әдетке айландырды бұрын беретінмін қазір бермеймін бірақ өзімді кінәлі сезінемін жоқ сенікі дұрыс сөзі ереже бар ақша сұраған адамға дейді ақша берме қармақ бер дейді қармақ ағаш бер дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға біреу келіп осылай сұрағанда бергел бер деді шақырып алып қасына отырғызды балта алдырды балтаны саптады айтты анау ағаштан орманнан ағаш алып кел жауып деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шауып сап жасады да қолына берді бұл не деді бұл балта деді не істейсің анау орманға барасың да деді құрмаларды жауып отын қып кесіп соны сатасың да бала шағаңды асырайсың деді маған бере бер деп отыра берсең аллах тағала саған алланың беруі жетеді бірақ бергені сол болады сәл әрекет ету керек Мәриям анамыздың өзіне талды қимылдатып құрма жедеді демек адам қимылдау керек бұл денсаулыққа да пайдалы және мына кішкене тер төксең жақсырақ болады жаңағы тойда жағынып билеу үшін анау Ғаділбек жаңа отыр ғой бауырым тойда сіздер билету үшін тері шыққанша өлең айтады сен терің шыққанша билейсің тері тепкілеп тұр өлең айтсаң да жаның жеп айтасың дегендей жаның жеп жасайды ол оңай таппайды ол ақшаны онда мынандай еңбегі тола оның сол сияқты ғой сондықтан адам еңбек етсе ол дұрыс болады ал енді бүйтіп жата берсең жаңағы анау бір молдадан сұрапты ғой күніне 100 000 теңге түсіретін дұға бар ма десе молда айтыпты жоқ ондай дұға бар болса мен саған айтпайтын едім депті вообще мен осы жерде отырмайтын едім депті инстаграмда отырады екен ол да инстаграмда отырмайтын едім депті не қыламыз 100 000 алып жата бермеймін ба деген екен баяғыда біреу анам жалғыз әйеліммен сыйыспай жатыр сондықтан бөлек шығып әйеліммен бөлек тұрып анама келіп кетсем бола ма сізге бір оқиға есіме түсіп тұр ерте уақыттарда бір уақиға айтылады бір адам жол жүріп келе жатып бір құмыра тауып алады құмыраның ішін бүйтіп шығып ашып қараса бір алтын теңге бар екен қуанып кетеді осы бір алтын теңгеге анама сүт әперіп бір көңілін көтерейін деп ойлап дұға жасайды разы болады сол кезде қолындағы құмыра салдыр ете түседі ашып қараса еңкейіп ішінен үңіліп қолын салып қараса 9 алтын қосылып 10 алтын болып тұр екен 10 алтын теңге болған екен 10 алтын теңгені алып және қуанады ей құдайға шүкір осы анамды қашанғы сүтпен тойдыра берем бір сиыр алайын содан кейін сол сиырды сауып күнде анама қасында тұрып сүт берейін деп ниет қылған кезде қолындағы құмырасы және салдыр ете түседі қолын салып қаласа жартысына дейін алтын тауып қалған екен ей құдайым өзіңе шүкір еттім тоба еттім анамның үйі салқын еді аяғынан сыз өтетін еді үйді ремонттап бір жақсы халге жеткізіп қояйын деген кезде тағы салдыр етті жартысынан аса түсті қараса жартысынан асқан толы алтын екен әйеліммен анам сыйыспай жүреді бір жаңа үй алайын сол әйелімді бөліп шығарайын өзім әйеліммен бөлек тұрайын сөйтіп анда-санда анама келіп жағдайын сұрап тұрайын анам сол ескі үйінде тұра берсін деген кезде құмыра даңғыр ете қалды не даңғыр етті екен деп қараса әлгі құмырадың ішіндегі жарты алтыннан көп алтын бір-ақ алтынға түсіп қалған екен сондықтан құрметті ағайын дүниеңіз берекелі болсын десеңіз анаңызбен әкеңізбен тұрыңыз әуретті жер мен қолтықтағы түкті тазарту туралы қаншалықты дұрыс дейді ол парыз болады уәжіп деп айтады енді біз парыз деп айтсақ та дұрыс шығар кейбіреулер жаңағы орман сияқты өшіріп жүретіндер бар енді барлығын ұят болады ол арам болады енді мұсылман адам таза жүреді бір күні бір мынандай сақалы бар адам автобуста отырмыз
ақыр айтылды ғой, айтайын. Содан сақалды адам енді бүйтіп автобус бүйтіп кішкене қозғалып еді, бүйтіп қолын көтерді, жаңағы нені ұстайын деп. Жаңағы автобустың мынандай ұстады. Ұстаған кезде мына жақтағысы сақалынан ұзындау екен. Сосын айттым, өзі қайсыны өшіріп жүрсің біріншіден. Сөйтсем, ой, ұялып қалдым деп қойды. Ұят емес, айналайын, не деген масқара мынау? Сақалынан ұзын болып кепті ғой дедім. Сондықтан ол дұрыс емес жаңағы. Мұсылман адам ері де, әйелі де таза жүру шарт. Оны жұласың ба, жаңағы креммен аласың ба, депиляционный, шугаринг жасайсың ба, восковый депиляция жасайсың ба, өртеп жібересің ба, өзің білесің. Бірақ пожарный шақырып өртеніп кетіп жүрме собайды. Оның не жеріне операция істелген шығар, подтяжка лица жасап, не тырысып қалған шығар, қайдан білесің? Сондай болуы мүмкін. Кейбіреулер мына жеріне ауырады да, сосын бүйтіп жүреді. Сен ойлайсың, маған қабағы тырыс қапты ғой мынаның дейсің. Болмайды ондай жан. Сен сәлем бере, пайғамбарымыздан сұрапты. Тура сен сұрағанда айтқан екен. Алла риза болу үшін не істеу керек дегенде мына сөзді айтты. Уъбуду рахман, рахман Аллаға мейірімге құлшылық қыл депті. Ва ат'иму таам, жағдай жоқтарға тағам бер депті, қарын тойғыз депті. Ва ашфус салам, сәлем бер бәріне депті. Күтіп отырма, маған бірінші берсін, мен авторитет жоқ, сен бірінші бер. Сен бірінші бер жаным. Сәлем сенен бірінші басталсын. Чекес тырыссашы, жауап бермесеші, саған періштелер жауап береді. Саған періштелер жауап береді жаным. Қараш өзің сен қандай авторитетсің, періштелермен амандасып жатсың сен. Наоборот, бермесе одан ары. Сен періште ответ береді. Сен уже періште, сен ар жаққа кетіп қалу керексің. Мен саған көрсетейін, семіріп қапсың ғой сен. Құтырыпсың ғой сен. Бәсе деп оны сүйреп апарып тастама. Періштелермен амандасқан адамсың сен. Сен періштелермен амандасқан адам төменде не қылады? Сен сәлем бере бер. Хазірет Али пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрапты. Ең жақсы амал қайсы дегенде бірінші болып сәлем беру деген екен. Бірінші болып бере бер. Ассалаумағалейкум де. Мына қол алу шарт емес. Қол алу шарт емес. Просто ассалаумағалейкум деп айт. Бірінші айт. Соны күтіп отпа. Жауап бермеді, оңбаған. Деме, саған періште жауап берді. Ответіңді алдың. Қуан, алхамдулилля, періште жауап берді деп кете бер болды.